Олимпиада Қазақстаннан республикалық турнирден спортшыларымыз жүлделі орындар алды. Бұл жаттықтырушыларымызды спорт мектебінің қызметкерлерін еңбегі деп бағалаймын. Сондықтан баршаңызға осы келе жатқан жаңа жылыңыз құтты болсын. Бұдан да жақсы үлкен жетістіктерге жетейік. Әлде алдыда үлкен додалар тұр. Осы спортшы балдарымыз, осы ауылымыздың балдары үлкен әлемдік деңгейде жарыстарда топ жарып, осы көк туымызды желбіретіп, әрқашанда түсірмесін деген ниеттемін. Баршаңыз енді осы шараға қош келдіңіздер. Ондай кішкене өзіміздің спортшыларымыз жеткен жетістіктері бар екен, сол жөнінде кішкене айтып жіберейін. Jiu-Jitsu бөлімінің Қазақстан чемпионатына 8 оқушы қатысып, 4 жүлдемен оралды. Евразия Jiu-Jitsu турниріне 7 оқушы жіберіп, 3 оқушы жүлдемен оралды. Ақтөбе Open Cup турниріне 17 оқушы жіберіліп, 16 оқушы жүлдемен оралды. Ұлы Отан соғысының 80 жылдығына орай өткізілген Исатай балалар үстінде спорт мектебінің ашық біріншілігінде оқушылардың 3 алтын, 3 күміс, 5 қола жүлдемен оралды. Атырау қаласында өткен Жайық Cup республикалық турнирінде 11 оқушы қатысып, 7 алтын, 1 күміс, 2 қола жүлдемен марапатталды. Алматы қаласында өткен Сүйіндік Рүстем Бәйгүл атында ұйымдастырылған турнирде спортшыларымыз жақсы нәтиже көрсетіп, 3 алтын, 4 күміс, 3 қола иеленді. Таиланд астанасы Бангкок қаласында жастар және жасөспірімдер арасында әлем чемпионатында Қайыржан Әділ 48 кг салмақта қола жүлде иеленсе, Жанболатұлы Берікболсын әлем чемпионы атанды. Астана қаласында өткен Қазақстан Республикасы чемпионатында Мағзұм Бекзат, Жанболатұлы Берікболсын, Тыныштық Райымбек жоғары нәтиже көрсетіп, бірінші орынға иеленді. Jiu-Jitsu бөлімінің жаттықтырушыларының көп жылдан бері еңбектердеміз, маңдай терлері, спортшыларды. Бұл жерде дзюдо бөлімінің спортшыларында жетістіктер жасап кеткен екен. Республикалық жарыстарда Атырау қаласында 10 оқушы қатысып, 3 оқушы жүлдемен оралды. Ыстыбай Open Cup 2 турнирінде 28 оқушы қатысып, 6 оқушы жүлдемен оралды. Өтеуіпті еске алуға арналған республикалық турнирде 22 оқушы қатысып, 9 оқушы жүлдемен оралды. 23 жасқа дейінгі ересектер арасында халықаралық турнирде 3 оқушымыз қатысып, 1 оқушы 3-ші орын алды. Оралыпты еске алуға арналған республикалық турнирге 1 оқушы қатысып, жүлделі 1-ші орын алды. Жасөспірімдер Атырау құрама командасымен бірге 1-ші орын алды. Бұл жерде дзюдо өздеріңіз білесіздер, Сәлімгерей бар, қасында бапкерлеріміз бар. Дзюдодан көп жетістіктеріміз. Бокс бөлімінің спортшылары Тассор кентінде өткен облыстық турнирде 5 оқушы қатысып, 4 оқушы жүлдемен оралды. Исатай ауданында өткен ашық турнирде 7 оқушы қатысып, 2 оқушымыз жүлдемен оралды. Сәуір айында Құлсары қаласында өткен аудандық ашық турнирде 2 оқушы қола жүлдемен марапатталды. Футбол бөлімі бойынша Атырау қаласында 3-ші балалар жасөспірімдер спорт мектебінің клубында элита клубы, достық клубында оқушыларымыз 10 команданың ішінен 4-ші орынға ие болды. Ақтөбе қаласында өткен батыс өңірлік ауыл командалары арасында халық Open Cup турнирінде 16 команданың ішінен жүлделі 3-ші орынға ие болып, республикалық турнирге жолдама алды. Ол Алматы қаласында өтті, республикалық халық Open Cup дейтін турнир. Оған спортшыларымыз барды. Енді кішкене спортшыларымыз жас ересектер кішкене жетпей қалып, кішкене енді бұл турнирде орынсыз қалды. Енді олар әлі жас, әлі үлкен турнирлерде қатысады деп ойлаймын. Әлі алда да
үлкен турнирлерде топ жарады деген ойдамын. Волейбол бөлімі бойынша Атырау қаласында өткен академик клубіне қыздарымыз жүлделі 2-ші орын алды. Қазақ күресінен Атырау қаласында өткен жасөспірімдер арасында жас барыс республикалық турнирінде жоғары нәтиже көрсетіп, 3 оқушымыз 1-ші орын, 3 оқушы 2-ші орынға ие болды. Енді қазақша күрес өздерің білесіңдер, жақында ашылды бізде. Жас барысқа осы Астана қаласында бар, соған 3 оқушымыз кетті. Жақсы өнер көрсетті деген ойлаймыз. Бұл жерде енді барша осы спорт мектебінің ұжымы бар, қызметкерлері бар, жаттықтырушылар бар, ата-аналарымыз бар. Бұл жерде бәрінің еңбегі деп ойлаймын. Баршаңызды құттықтаймын. Бұл тек қана спортшылардың чемпион болғанда артында жатқан еңбегі емес, бұл жерде жатқан ұжымның солардың бәрі еңбегі деп бағалаймын. Қысқаша осылай енді жетістігіміз. Жақсы, құрметті ата-аналар, спортшылар қош келдіңіздер. Нағыз хат тапсырып рұқсат етіңіздер. Аттарыңды қалғандар. Әр спорттың түрі бойынша ең мықты деген спортшыларымызды алдық, марапаттауға. Енді бәрі де кім-кімде марапатқа лайық қой. Бірақ соның ішінен кішкене таңдап алдық. Алғыс хат 16 желтоқсан тәуелсіздік күніне орай спорт саласындағы үздік жетістіктер мен табандылығы үшін мектеп намысын абыроймен қорғап, жаңа белестерді бағындырған үшін Әділ Қайыржан үздік спортшы ретінде марапатталады. Осындай мәтінде Наргиз Айтқұл үздік спортшы ретінде марапатталады. Алғыс хат осындай мәтінде Жансерік Мақсұт. Jiu-jitsu бөлімі бойынша. Кезекпен шығарып жатыр енді бәрі. Қазір айтып отырамыз. Қане? Айназ Борынжан, волейбол бөлімі бойынша. Алғыс хат Бағжанат Өмірғали, футбол бөлімі бойынша. Ағайлар жарыста Алматыда жолдан келеді, жігіттер өздері қатысып жатыр. Келесі алғысқа Айсала Жұмағали. Кеше Ақтөбеде жарыс болды, күні таңда келіп, бірінші орынмен бізді қуантып жатыр. Осындай мәтінде Дінмұхаммед Кәдірбек. Футбол бөлімі бойынша. Ақжайна Ерболқызы, волейбол бөлімі бойынша. Келесі алғыс хат Айбын Сайфолла, дзюдо бөлімі бойынша. Біздің болашақ сметриктеріміз.
Келесі дзюдо бөлімі бойынша Серік Әмина. Баша әлем чемпиондар. Болашақ чемпиондардың фото çıkmadı. Biz alkışlar boks boyunca Aykın Tilek. Келесі алқысқа Асылхан Медетұлы. Футбол бөлімі бойынша. Келесі алқысқа Нұрасыл Бекзатұлы. Бокс бөлімі бойынша. Еркебұлан Қайратұлы. Келесі Ақтілек Баяш. Бокс бөлімі бойынша. Келесі дзюдо бөлімі бойынша бұл батырға тоқталып өтуіміз керек. Алла қаласа олимпиада чемпионы Бекарыс Бейбітұлы. Дзюдо бөлімі бойынша Сәлімгерейдің оң қолы. Көп рахмет бәріңізге. Марапаттарыңыз құтты болсын, спортшылар. Бата беріңіздер, ата-аналарыңызды, жаттықтыруларыңызды. Сөйлейін деген, ниет білдірем деген ағаларымыз болса, әріптестеріміз болса, рұқсат сөйлеуге. Еркін ағай. Ал жақсы, құрметті жаттықтырушы ағайлар, ата-аналар, оқушылар, бүгін 2025-тің жыл қорытындысы бойынша ауылымыздың спорт мектебінің шәкірттерін марапаттау рәсіміне бәрімізде қош келдік. Енді бұл бір үлкен шара түсінген адамға. Қарасаңыздар, жыл бойы жұмыс жасап шыққаннан кейін енді бір адамды бір мотивация беріп, балаларды ынталандыру дейтін болады. Қай жерден енді қай мекемелерде болып жатқан марапат. Енді сол енді біздің бүгін осы спорт мектебімізде ұйымдастырылып жатыр екен. Ол енді спорт мектебінің ұжымына көп рахмет. Бәкең бастаған. Енді биылғы жылдың қорытындысы бойынша ойда жетістік болған екен, жаңа айтып жатыр. Бәріміз де куә болып жатырмыз. Бірін көрсек, мынаның бірін көрмей жатырық, енді әлеуметтік желіден. Бәрін бірдей көре бермейміз ғой. Бұл енді бастамасы деп есептейміз. Алдағы уақытта енді бәріңізге де құрметті оқушылар, марапаттарыңыз құтты болсын. Енді тек бұнымен шектеліп қалмайсыздар. Алдағы уақытта әлде де үлкен белестерді бағындыру керек. Қазір дейтін жағдай жақсы, жап-жас ағайларыңыз бар, тренер ағайларыңыз. Тек солардың айтқан орындап, соған тек тыңдап жүрсеңіздер, үлкен белестерді бағындыратынына біз сенеміз. Осы шығып жатқан бүткіл әлем чемпионы, олимпиада чемпиондарының бәрі осы ауылдық жерден шығып жатыр. Өздеріңіз білетін боларсыздар. Сол себепте сіздерде де ештеңені тайсалмаңдар. Тек тренировкадан қалмайсыздар. Бірінші сол, екінші ағайларыңыз қандай ақыл кеңес айтады, соны орындасаңыздар, барлық биіктікті бағындыруға болады. Ал енді спорт мектебінің ұжымына көп рахмет. Жетістіктеріңіз көбейе берсін, әлде де. Біз соның куәсі болып жүре берейік. Сен бұрын спорт саласында жасағасын, сіздер қай жеңістеріңе де, қай болып жатқан осындай үлкен шараларыңызға да қылт етіп болып жатса келуге, қатысуға тырысып отырамыз. Енді рахмет, кеше енді осы ағай жазып жіберген екен, осылай ағай сіз келіңіз деп. Мен де Атырауда іссапарда жүрмін, кеше бүгін 2 күн еді.
кеше бітіріп кешке қарай сол кештетіп шығып кеттік. Сол осындай үлгеремін деп келіп едім, бүгін әйтеуір осы үлгеріп отырмыз. Рахмет, жетістіктерің құтты болсын. Мына жерде енді жаңа дзюдодан, джиу-джитсудан, волейболдан, бокстан деп айтып жатыр ғой. Енді бізде кішкене командалық ойындар кішкене кейін қарай қалып қойып тұр енді. Мынау жекелей сайысқа түсіп жатқан енді дзюдо, джиу-джитсу, бокс сияқтылардан енді балаларымыз жақсы, жаман емес. Енді мына командный ойындарды, жаңа волейбол, футбол дейтіндер, енді ол оңай емес негізі, жетістікке жету одан. Сол себепті сол командалық ойындар кішкене жігіттер қайта кішкене дайындап қозғаса, бәрі де болады. Күні кеше біздің енді өзімізде жарыстан келіп отырық, осы Аманат партиясының жарысы болды кеше. Соған қатысып келдім. Сонда енді Аманат партиясының мүшелері қатысқан. Оның ішінде енді үлкендер де жүр, жастар да жүр. Бірақ енді соның айту ішінде дені спортшылар салып жіберген екен, олар партияда жоқтары болды ішінде. Иә, шапат сырной дейді ғой. Сонымен Махамбеттен Құрманғазы сондай сол командасы қызмет етіп жатыр. Енді ондайға бармау керек. Мынау енді әркім өзінің возрастымен, қазір жарыстың бәрі жас ерекшелігі өтеді ғой. Сол жас ерекшелігімен өздерінің ерекшеліктеріңізде жақсы өнер көрсетсеңіздер, ол жетістікке жетуге болады. Тағы да құтты болсын, иә, жетістікке жете беріңіздер. Ұжымнан жаттықтырушылар сөйлейтіндегі жетістіктерге. Құрметті ұжымдастар, ұжымымызда енді бүгін шара өтіп жатыр. Бұл шараға себеп енді 2025 жылы бізге толағай табыстарға кенелген жыл болды біз үшін. Сол жылды қорытындылау мақсатында осы спортшыларымызды құттықтауға бәріміз жинап отырмыз. Спортшыларымыз сіздермен біздер мақтанамыз. Сіздер осы деңгеймен тоқтап қалмай, келер жылға Алла бұйырса жақсы, бұдан да биік жетістікке жетіп деген сенімдеміз. Құрметті ата-аналар бар мына жерде. Сіздерге де құтты болсын айтамыз. Балдарыңызды да кісілерге осы спортқа жаттықтырушыларға тапсырып, өздеріңіз үйде тақымдарыңызды қысып отырсыздар. Оның барлығы енді маңдай тері бар деп білемін. Осындай үлкен тек жетістікке жетіп, ұжым болып бір ауызбіршілік үлкен жете берейік. Рахмет көп баршаңызға. Ал балалар, келе жатқан 26 жыл жаңа табысты, жеңіске толы, толағай жыл болсын деп тілеймін. Рахмет. Аман жоғай, Еркін ағай. Сәкен бар сөз берейік. Ассалаумағалейкум. Бүгін алып жатқан марапаттар балдарымыздың бәрі құтты болсын. Биылғы жыл джиу-джитсу жақсы болды. Биыл аман жол осымыз әлем чемпионы шығарып, ересектер арасында Қазақстан чемпионы шығарып, оның бәрі маңдай тер деп білеміз. Бізде дзюдо бөліміне келетін болсақ, биыл Қазақстан чемпионатынан ақпан айында Асылбек Дамир деген оқушымыз Қазақстан жүлдегері болды. Сосын Атырау құрамасымен чемпион Қазақстан болды. Сосын Тілектес Ерасыл деген баламыз болды. жастар арасында бестіктен алып қойды. Енді қазір білесіздер, дзюдо күресі деген өте қиын күрес. Қазір конкурент дейді ғой, көп болды слишком. Соған байланысты қыздарымыз бар, жақсы өсіп жатқан. Енді биыл айта кететін болсақ, Қазақстан құрамасында 2 оқушымыз бар. Дзюдо жасөспірімдер арасында 9 оқушымыз Атырау құрамасында тұр. Келесі жылғы мақсатымыз біздің енді составымыз жақсы, Қазақстан чемпионы шығару біз келесі жылы. Ұлдарымыз бар, қыздарымыз бар. 3 возрастта жақсы состав бар. Енді сенеміз қыздарымыз, балдарымызға чемпион Қазақстан шығарамыз деп. Жалпы Сағыз Біржесеннің дзюдо бөлімінен Азия Қазақстан чемпионы шықты. Біздің мақсатымыз әлі айтып жатыр, әлем чемпионы шығару. Оны неге айтып жатқан себебі қыздарымыз отыр. Қазір сол жақындап жатқан қыздарымыз бар, балдарымыз бар. Сол біз соларға сенеміз. Әлем чемпионы шығарамыз қыздар, балдар. Сіздер джиу-джитсу бөлімі, одан тоқтамаңдар, одан сайын әлем чемпионы шығарыңдар. Бокс бар, қазір жақсы өсіп жатыр. Волейбол, футбол да жақсы өсіп жатыр. Күні кеше Алматыға барып, үлкен турнирге барып жатыр. Оның өзі команда, Еркін ағайымыз айтып жатыр ғой, командадан өте қиын спорт. Өйткені бәрі бір ұжыммен жұмыс жасайды. Сонда да қарамай, балдар сынбай чемпион атанып жатыр. Баршаңызға құтты болсын. Келесі жылы баршамызға үлкен жеңіс әкелсін, әлем чемпионы, Қазақстан чемпионы шығарайық. Әлем чемпионы. Әлем чемпионы жағын берейік. Бәрі жүрді. Ал
құрметті әріптестер, ата-аналар бар, оқушылар бар. Ал бүгінгі 2025-тің жыл қорытындысы болып жатыр ғой. Жыл қорытындысы бір жылдық осы балдардың, оқушыларымыздың үлкен еңбегі, маңдай тері, соған лайық болып бүгін марапат алып жатсыңдар. Сіздерге құтты болсын. Осылай ары қарай жылжи беріңдер, тоқтамаңдар. Осындай үлкен жетістіктеріміз көп болсын. Оқушыларға сәттілік тілейміз. 2026-та одан да 25-тен де жоғары жетістікке жетеміз деп ойлаймыз. Сендерге құтты болсын, оқушылар. Мына 2025 енді бізге құтты береке жыл болды деп ойлаймыз енді. 25-тен де оңай болған жоқ. Қазақстан чемпион шығардық. Декабрьде 24 декабрьде Зорға барып, Ақтауға. Сонда Әлжан Нұрлан жіберіп, содан кішкене біз үлкен жаттығуда кішкене шыңдалып, Ақтауда Абу Бакр деген 4 жылда бір келетін біздердің неолимпийский спорттар бар, 4 жылда бір келетін. Содан чемпион болғанша Абу Бакрды сөйлесіп, Абу Бакрмен жаттығу жасап, сол 12 күн үшін жақсы нәтиже көрсеттік. Сол Атырау облысының аты бар февралда. Содан өтіп чемпион болып, Қайыржан Әділ, Жанбатұлы Бек болсын, үлкен еңбекпен. Тағы да оқушыларымыз бар, Дінмұхамед Шынтемір деген. Содан біздер Азияға бара алмай қалдық. Содан әлем чемпионатына барып, әлем чемпионатында жақсы жетістік көрсеттік біздер деген. Қайыржан Әділ Қазақстан чемпионы болып, Жанбат Берік болсын чемпион болып. Сосын Қазақстанда чемпион болды, Қазақстан біздерде майда болды. Өте қиын болды Қазақстан. Қайыржан Әділге қиын болды да, Берік болсын оңай чемпион болды. Қайыржан Әділ кішкене қиындау болып, сол қиындықты жеңіп, төзбей, соңына дейін еңбек етіп, соңына дейін әйтеуір очком ұтып шықты. Соған кішкене Әділге риза болдым, кішкене характеріне өзінің ауылдың намысын қолдан бермей әйтеуір чемпион болды. Сол әлем чемпионатына барып, әлем чемпионатында Жанбатұлы тағы да әлемді бағындырып чемпион болды. Мына Қайыржан Әділ 3 алып қалды. Ол да үлкен жетістік, әлемге барып 3 алу да оңай емес бұл жерде. Өте қуаныштымыз, қуанышымызда шек болмады. Әлем чемпионы оңай болған жоқ. Біз кезінде армандадық. Қазақстан чемпионатына барамыз. Қазақстан чемпион шығарса екен де армандайтын едік. Қазір енді сол деңгейге Қазақстанға да жеттік. Бірден оңай болмайды спорт деген. Қиындықпен келеді. Соған төзу керек. Еңбек етеді, сол еңбекті жеңеді екен. Соны көзіміз жетті. Қазақстанда чемпион шығады, әлемде чемпион шығады, әлемде де алуға болады екен. Оқушылар, әлемде де жетуге болады. Еңбек еткен адам, өзінде адамдар екен, жетеді екенсіңдер. Сондықтан сендерге еңбек етемін, еңбек деп айтамын, жаттығудан қалмаңдар деп айтамын. Әлем чемпион сендердің де қолдарынан келеді деп айтамын. Ал 2026-ға сізге барлықтарыңа сәттілік тілеймін. Чемпион жағынан бәріне Мен біраз айтып жіберейін бе? Ал енді мына марапаттарыңыз құтты болсын барлықтарыңызға. Жыл өте жақсы, әдемі қорытындыланып жатыр екен. Енді мен мына дзюдо жөнінде бір ауыз айтып кетейін. Мына биыл өздеріңіз білесіздер, мына Сағызбек ағамыздың қолдауымен тұрақты деп айттық қой, енді біз уәде беріп қойдық. Өзіміздің турниріміз болады. Мен Сәлімгерей шешеден халықаралық бола ма, әлде аймақтық бола ма? Сол турнирді біздер енді сол Сағызбек ағаның сәлемдемесі ретінде, өзіміздің ішімізде қабылдаған шешім ретінде 28 қазан жаңағы дзюдо күні екен, бүкіл әлемдік па? Сол күнді таңдап алдында Сәлімгерейге де айтып қойғанбыз, азаматта біледі. Соны жылда тұрақты өткізуге ағамыз уәдесін беріп отыр. Әрі қарай енді әуелден де осы дзюдо күресінің қамқоршысы ғой. Соны ары қарай жұмыстың жалғасатындығын, сіздер осы егер жұмыс жоспары болатын болса, тағы да басқа жағдайлар, биыл енді біздер тығыз ұйымдастырып білесіздер, 2 айда андай еңбек алды, мындай еңбек алды деген әңгімелер болды. Сол болашақта сол әңгіме болмай, жақсы жылдық жоспарға енетін жағдай бола ма? Ол енді қаржы жағынан емес, қаржы енді ағай өзі көтеріп тұр ғой. Жалпы енді айтып жатқан құлақ қағыс қалып. Ал енді Сәлімгерей енді табыс тілеймін, болашақта да осылай жақсы. Сосын бір тағы бір айта кететін жағы, мен Сәлімгерейдің өзімен сөйлеп жүргенде ылғи айтатынмын. Мына 2018-ден басталды ғой, мына дзюдодың жаңа тарихы. Соның тарихын Сәлімгерей өзі жазып жүр. Мен айтып жүремін, жазып жүрсің ба, қайда қойып жүрсің, компьютерде тұр, қағазда тұр дейді. Соны мына спорт мектебі
қамқорлық алса сол мәселені бір жазып сонымен айналысса. Себебі жаңадан басталып жатқан нәрсе. Қарап отырсаңыз, ертең уақыт өтіп кеткеннен кейін, мысалы, мына Кенбай мектебінің тарихы түгел емес. Мысалы, мен 24-ші түлекпін. Ол қалай мен бір ағайыма бар айтам, неге мен 24-ші түлекпін? Мектептің 70 жыл тарихы бар ғой десем, ортасында тарихтары жоқ, ешкім білмейді. Сондай мәселе болып қалады ертең. Әркім әр жерде жүреді де, бір адам осы мәселеге де мән беру керек осы бастан. Сосын мына фото мұрағаттарға, видео мұрағаттарға, әлеуметтік желіде насихатталуына өте қатты мән беру керек. Ертең күні бұның бәрі керек болады. Ертең олимпиада, Құдай берсе, 3 жылдан кейін олимпиада жүлдегері шықса, ажиотаж басталады. Үш жерде мұражай жасаймыз деген болады. Кімнің кем, мысалы Айсананың кимоносы менде. Айсана ғой, сен. Мысалы мен оны алдында шығардым, артынан ойладым, мен бұны мен неге сатамын дедім, алып қойдым, тығып тастадым. Күтіп отырмын бұны олимпиада жатсам тұрсам осы Айсана олимпиада чемпионы болсын деп отырмын. Мысалы, ертең оның бәрі керек болады. Соның бәріне әл бастан мұқият қарау керек. Ол жайлап жұмыс жүріп жатыр, бағыты белгілі болды. Соған бәріміз соны үміттенейік, солай жақсы жетістіктер болады. Ертеңгі күнде сондай мүмкін анау фок тарлау болып тұрса, үлкен фок салу мәселесін қарастырайық тағы да. Жоқ, одан бөлек, үкіметтен бөлек деген мәселе ғой. Алда да жетістіктер бола берсін, ал. Толғай табыс тілеймін барлықтарыңызға. Басқа сөйлейін деушілер. Бухгалтериядан балдарды тастан қалдырмай ақшасын бөліп жұмысын істеп жатқан біліктілік айтып жіберіңіздер, азамат. Бақытты жанна. Балдар денсаулығын қарап жүрген медбикелеріміз бар. Абзач, құрметті әріптестер, ата-аналар, біздің спортшылар, олимпиада, әлем чемпиондарымыз, Алла қаласа амандық болса, бәріңізге құтты болсын. 25-ші жыл, Алла қаласа аман-есен аяқтап жатыр. 26-тан үміт көп. Сіздер бұдан да артық жеңістерге жететін мақсат қойып отырмыз. Аяқтары құтты болсын. Жылымыз аман-есен аяқталды. Бәріңізге бір ауыздан келіп жатқандарыңыз көп рахмет. Тренерлерге күш-қуат берсін, балдарымыздың жарақат алып қалмауына қатты жұмыс жасасын дегіміз келеді. Бәріңіздер чемпион болыңыздар, алға қарай көтеріліңіздер, сағыз спортын дамытыңыздар, әлемдік ареналарға шығара беріңіздер деген тілек айтқым келеді сіздерге. Көп-көп рахмет, дендеріңіз сау болсын, сабақтарыңызды жақсылап оқып, ағайларың, ата-аналарың айтқанын тыңдап, болашақ олимпиада чемпионы бола беріңіздер деген келеді. Көп рахмет бәріңізге. Olmasa o şaramız ayakta. Осы жетістікке жеттік, енді осымен тоқтап қалмаймыз. Арғайда бұдан да жақсы көрсеткісер көрсетуіміз керек. Осы ауылымыздың атын шығарып, осы жерден болашақ әлем, олимпиада чемпиондар шығуы мүмкін. Осы ауылдан шығады Қарадомға балдар, өзіміздің ауылдың балдары. Сондықтан еңбек етіңіздер, ата-ананың айтқан тыңдаңыздар, сабақты жақсы оқыңыздар. Баршаңызға рахмет. Осы шараны ұйымдастырып жатқан, осы жерде атсалысып жатқан жігіттерге де көп рахмет. Осылай тек ауызбіршілікте, татулықта болайық. Жеңісті күндеріміз көп болсын. Әмин. Әмин.